Жалпы достар, осы сұрақ көп келеді маған eBay жайында, қандай товар сатамын. eBay абсолютно любой товар сатуға болады, бірақ мына нәрсені біліңіздер. Мен всегда кеңес беремін. Ұсақ товар сатпаңыздар. Зачем? Бірінші сұрақ, зачем? Ұсақ товарларды сіз производитель емессіз. Қазақстанда тұратын болсаңыз, скорее всего, қол өнеріңіз, ручная работаңыз болса, онда сатыңыз. Мен қарсы емеспін. Ол өте жақсы товар. Тіпті қол өнерін батыста біздің Қазақстанға қарағанда жақсырақ бағалайды. Қайтадан оралатын болсақ, $50 дейінгі товарлар бұл ұсақ товарлар. Бұл жалпы $50 дейінгі товарды жалпы әлем нарығында Қытай жаулап отыр. Басқа абсолютно кез келген маркетплейстерден болсын. Сондықтан да олармен конкурент болудың қажеті жоқ. Тем более сонау ақш-қа, Канадаға, Европаға, Африкаға, басқа да мемлекеттерге товар сатып жатқаннан кейін eBayда ұсақ товарлармен басыңыз ауыртқаныңыз дұрыс емес. Сондықтан да әр товарда негізі табыс бар. Табыс там кішкентай тарақ сатсаңыз да, тырнақ алғыш сатсаңыз да, немесе мыңдаған долларлық брендтер сатсаңыз да ақша бар. Но самое главное, сіздің бұл жердегі мақсатыңыз действительно ақштың халқының потребностін жабу, Канаданың потребностін жабу, өзіңіздің ұсақ товарларыңызды жіберіп сол жақтың қажеттіліктерін өтеу деген болатын болса, онда сатыңыз. Ал егер сіздің мақсатыңыз ақша табу болатын болса, онда $50 жоғары, тіпті $100, $200 жоғары товарларды сатқаныңыз дұрыс. Енді шектеу жоқ, eBayда брендтарды сатсаңыз болады. Енді eBayдағы жалпы ең табысты товар бұл коллекционный товар. Жалпы маркетплейс 95 жылы коллекционный товарлардың аукционы үшін ашылған болатын. Коллекционный товарларыңыз біздің Қазақстанда өте аз болады, но коллекционный товарлар болатын болса, оның бағасын өзіңіз бағалайсыз. Нарықта ешқандай бағасы жоқ, оны білесіз. 10 мың, 20 мың, 30 мың долларға дейін сата берсеңіз болады. Совет өкіметінің товарлары, жалпы қазақ хандығынан келе бір товарлар, то есть егер сатуға болатын товар болатын болса, сатсаңыз болады. Егер құндылығы сатуға болмайтын болса, онда сатпағаныңыз да жөн. Ал жалпы дұрыс ақша табу үшін айтпақшы болғаным, брендтер сатсаңыздар болады, брендтердің копиясын сатсаңыздар болады, бұғу товарлар сатсаңыздар болады. То есть $50 айына $50 товардан 200 штук тауып, жалпы $10,000 оборот істегенше $1000 товардан 10 штук сата салған жеткілікті. И естественно маржасы да жақсы болады, уақытыңыз көп кетпейді, энергияңыз көп кетпейді. Бұл өте жақсы вариант. Жалпы мен студенттерге де айтамын, $100 мен $3000 арасындағы товарлар самый идеальный товар. Көп адам бұл товарды $3000 кім алады? Біздің опытымызда $7200 дейін товар сатқан кездер болған бір товардан. Сондықтан eBayдың нарығын достар, біздің Қазақстандық Каспиймен, немесе Валберспен, тағы басқа маркетплейстермен мүлдем салыстырмаңыздар. Олар бір-біріне мүлдем келмейді, сәйкес емес, потому что eBayдың аудиториясы өте платежеспособный, қаржылай жағдайлары жақсы. Олар жалпы шоппингті көңіл көтеру үшін, өздерінің потребностьтарын жабу үшін емес, бір кешкі уақытта келіп, сіздер білмеймін, әркім әртүрлі уақытын өткізеді. Біреу тиктокта отыруы мүмкін, біреу кино көруі мүмкін деген сияқты. Тот же самый батыстың халқы, в основном Европа мен солтүстік Америка, Канада мен США-ның халқы уақыттарын жаңағы eBayда өздері үшін көңіл көтеру форматы ретінде өткізеді. Сондықтан да кез келген кезде шоппинг істеуі мүмкін. Жалпы интернет шоппинг бұл эмоцияның жері. Сондықтан да товарларыңызды жақсы бағаға сатудан қорықпаңыздар. Естественно, то есть клиенттерді салыстырған кезінде жаңағы $50 товарларды алатын клиенттер мен $2000-3000 товарларды алатын клиенттердің разницасы өте үлкен. Бұл сөздің ашығы, қаржылай жағдайы жақсы аудитория проблемный болмайды. Сізден товар сатып алады, все, на этом бітті шаруа, товарын жібердіңіз, ақшаңызды алдыңыз деген сияқты. Ал именно менің опытымда көп болған $50 тот же самый Валберспен жұмыс істеген кезде, тот же самый Каспиймен жұмыс істеген кезде кішкентай ұсақ түйек 10 мың, 20 мың теңгелік товарларды алған клиенттермен проблема өте көп болады, возврат көп жасайды, жалоб көп болады деген сияқты. Опять же, кішкентай ұсақ товарлар, сапасыз товар болып қалу шансы өте көп. Сондықтан да осындай өздеріңізге бір риск алып келетін, өздеріңізге проблема болатын ұсақ товарларға лучше кірмегендеріңіз дұрыс. Батыстың халқы сапаны бағалайды, бағаларыңызды қымбат қоюдан қорықпаңыздар. eBayдың системасы өте уникальный жұмыс істейді. То есть екеуміз бірдей товарды сіз $3000 қойсаңыз, мен $2500 қойсам, именно сіздің товарыңызды eBay шығарып, сатылымға шығарып, бәленбай аудиторияға сіздің товарыңызды көрсетуі мүмкін. Бұл система өте қызық жұмыс істейді eBayда. Сондықтан қорықпаңыздар. eBayда ең арзан баға қоюыңыздың шарт емес, ең керемет продавец болуыңыз шарт емес. Нақты ақша табу үшін келдіңіз бе? Болды. Біз мысалы
ниша поставщиктарды сіздерге көрсетеміз, береміз. Солар бойынша нақты товарды алыңыз, маржаңызды аямай қойыңыз, табысыңызды табыңыз. Дәл осылай жұмыс істейтін жер. Өздеріңізді, то есть ақша табу үшін шаршау деген логиканы алып тастаңыздар. Ешқандай шаршаудың қажеті жоқ. Айына 10, 20, 30, 40 та бар максимум жеткілікті, өте жақсы ақша табуға болады. Қайтадан сәттілік тілеймін достар баршаңызға. eBayда жұмыс істеуге енді барлығының шамасы, былайша айтқан кезде қатты айтсам кешіріңіздер, духы жетіп жатқан жоқ, но жұмыс істегендер жақсы ақша тауып жатыр. Сондықтан да әрекет етіңіздер. Бүкіл әлемнің нарығы енді пока что Құдайдың бізге берген бүкіл жер әлемге 7 миллиард халыққа товар сатуға мүмкіндік беріп жатыр. Демек, оны қолдану тиіс. Пока что біздің адамзаттың қолындағы жалпы товарный бизнестағы максимум возможность дәл осы маркетплейстер, бүкіл әлемге товар сату. Ал eBay сол маркетплейстердің ішіндегі жаңа бастаушылар үшін ең удобный маркетплейс. Ешқандай да ереже, заң немесе ИП-ТО қағазбастылығы жоқ. Сондықтан тек әрекет етіңіздер. По факту саттыңыз, ақшаңызды алдыңыз, табысыңызды таптыңыз. Дәл осы схеманы жалғастырып отырасыз және тек жұмыстың объемын көбейтіп отырсаңыз, табысыңыз да көп болады. Сәттілік тілеймін. Сұрақтарыңыз болса төмендегі нөмерлерге хабарласып білсеңіздер болады.